Жауабы 430 шығады. 450-ге 430-ды қосқанда 880. Сонда біз 880 тен 880 деп жазамыз. Енді x минус 340 тен болады 180 қосу 20. 180-ге 20-ны қосқанда 200. Сонда x минус 340 тен болады 200. X-ті табу үшін 340 пен 200-ді қосамыз. Сонда x-тің жауабы 540 шығады. 540-тан 340-ті алғанда 200. Сонда 200 тен 200. Мына жақта y бөлу тен болады 63 бөлу 7. 63-ті 7-ге бөлгенде 9. Сонда y бөлу 6 тен болады 9. Y-ті табу үшін 6-ға 9-ды көбейтеміз. Сол кезде 54 шығамыз. 54-ті 6-ға бөлгенде 9.